Қарғалы ауылында ешқандай акиматтан, аудандық акиматтан ешқандай көңіл бөлінбейді. Терезеге барсам, спальныйдан, терезеден, мына Қытайлар жағып жатыр бәрін дедік. Міне күнде соны терезе ашамаймыз, тұншығып жатамыз жауып. Каждый ай сайын даже 2 аптада бір инфекциямен ауырады бұлардың балалары. Оттуда шли дикие крики ночью, женские крики. Видимо, кого-то там насиловали. Қазақстанның егемендігін алғаннан кейін өте қиын жағдайға душар болдық. Мусор дегенді айтпайсыз бұны, сасып жатыр. Айлап, жылдап сасып жатады, құрттап, ағып жатады, алмайды. Фильтрден өткен су қоқыспен, құрт құмырсқамен келе ме үйге? Халық солай айтып отыр. Жоқ, олай айтып жатқаны рас. Жай қарапайым халық қалай кіреді, мәселесін қалай айтады, қалай жеткізеді әкімге. Әкімнің орынбасары есіктен кіргізбей тұрса. Жұмысшылар тексеріледі, жұмысшыларға міндетті түрде штраф салынады қазір. Жаңа сіз айтқан дүниені біз бақылауға алайық, сіз нақты айтқан кісілерді бізге белгілеп тұрмыз. Сол көрсеткен жерін біз құзырлы органдар тарапынан шара қолданатынын мен сізге уәде беремін. Қарғалы бұрынғы фабричный атауымен танымал Алматы облысы Жамбыл аудандағы ауыл. Елді мекен тұрғындары кеңес үкіметін аңсайды. Өйткені сол заманда біздің өміріміз жайнап, ауылымыз гүлденіп тұрған еді дейді. Оған себеп осы ауылдағы фабрика комбината тереңдейтін. Сол зауыт жұмыс істеп тұрғанда ауылдың халқы жақсы өмір сүрді, жұмыссыздық тіпті болған жоқ. Ал егемендік алып, түрлі кәсіпорындар жеке қолға өтіп кеткенде ол комбинат жабылған. Артынша қазір бұл жерде тұрғындардың наразылығын тудырған түрлі мәселелерге толып отыр. Бүгін біз сол мәселелер жайлы айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір осы Қарғалы ауылындағы бұрынғы кеңес үкіметі кезінде жұмыс істеген шұға комбинатының алдына келдік. Қазір аумағы жабық. Бұл жерде қандай да бір цехтардың жұмыс істеп жатқанын әзірге білу қиын. Өйткені мынау қоршалған аумақтың әр жағы жеке аумақ саналады. Сондықтан да бұл жерге кіруге арнайы рұқсат керек. Алайда қандай да бір түсірілім жасауға, суретке түсіруге ешқандай да қарсылық, тыйым салынады деген белгі жазба жоқ. Сондықтан да біз осында қазір түсіруге келдік. Тұрғындардың сөзінше дәл осы жерде бірнеше жұмысы тоқтатылған қытайлық компания түнде, күндіз емес, түнде алюминий ерітумен айналысады. Оларды ерітіп, балқытып, арнайы басқа да мақсаттарға қолданылады. Ал оның зиянын көріп отырған дәл осы Қарғалы ауылындағы тұрғындар. Мына жерде 5 қабатты тұрғын үй. Қазір біз олардың тұрғындарымен сөйлесіп, бұл комбинаттың қандай зиян келіп отырғанын, және де олардың қазіргі жағдайы бәрін бүгінгі хабарда айтатын боламыз. Енді
Экологияны былай да былай құртып жатыр ғой. Міне мысалы мен түнде балаларға айттым. Үйде бірдеңе өртеніп жатыр, апа тоқ өртеніп жатыр, ойбай деп шуладық. Бүткіл тоқтарды қарап шықтым күнде. Сон балам айтты үлкен, апа бұл терезеден келіп жатыр. Ешқайдан келіп жатқан жоқ. Терезеге барсам спальныйдан терезеден. Мына Қытайлар жағып жатыр бәрін дедік. Міне күнде соны терезе ашамаймыз, тұншығып жатамыз жауып. Вентилятор қашан қосып жатасың үйге? Кондер қосамайсың, ұсақ балалар бар. Міне сомен иісі деген алып жатыр. Мына бүткіл природаның бәрін құртып жатыр, ағаштың бәрін жеп жатыр сол. Бытшытқып жатыр Қытайлар. Біз отырғыздық мысалы. Осы көктердің бәрін біз отырғыздық. Осы жерге жаңадан 77 жыл көшіп келдік. 77 жылы жаңа үй мысалы. Содан бері қарай мен осы жерде тұрамын, осы үйде тұрамын. Енді мына жақта да бір не бар, анандай жүн жуама бірдеңе бар, жүн жинайды, тоже Қытайлар. Уже бір 3-4 жыл болды бұдан. Енді мына жақтан күнде кешке таман ойлаймыз, біреудің үйі өртеніп жатыр ма, резина сасып жатыр. Бірдеңе сасып жатыр, біреудің үйі өртеніп жатыр, бір-бірімізден сұрасақ, ешкім ештеңе болған жоқ. Күнде кешке таман енді невозможно, терезе ашуға невозможно. Содан кейін мына ар жақ судың арғы бетінде мына Қытайлар жүн жуып жатыр ғой. Олар суларын жүн жуған қап-қара кір лас суларын речкаға ағызады. Міне мына речка деген қап-қара лас су ағады кір. Оны кейбіреу қолданып ішеді даже. Балалар суға түседі. Ол деген таза суды құртып жатыр. Мына аққан ағын су, жана жүн жуған, бәрін речкаға ағызады кір суларын. Мына Қытайлар жолдың арғы бетінде мына комбинатқа барсаңыздар, сол жерде жүн жуады. Олар речкаға ағызады. Өз көзімізбен көріп жүрміз соны. Кешкілік жауып тастаймыз. Кешкілік иіс келіп тұрады сондай. Білмеймін, ол иіс біздерге зиян бар деп ойлаймын, өйткені ол иістен отравление болады ғой, адам токсиндер бөліп шығады, сондай иіс болады. Жаз айында жақсы таза ауамен демалып, терезені ашпайын десек, ашпай алмаймыз енді. Сондай зияны болып тұрды. Көшіп келгенде білдіңіз бе? Алдын жоқ, ондай көптен бері тұрамын, алдын ондай иіс болмайтын. Ондай иіс болмайтын. Қазір әбден нетіп кеткен, ауа бұзылып мына жерде. Қашан шыға бастады? Қашан шыққан білмеймін енді. Бір жылдың, 1-2 жылдай болды деймін, көлем сондай. Иіс шығады. Раньше здесь была хорошая фабрика, было спокойно, жили все нормально. Потом, как забросили эту фабрику, здесь творятся ужасные вещи. Здесь постоянно скапливаются какие-то маргинальные личности. Я не знаю, чем они там занимаются. Детей выпускать во двор очень опасно. Постоянно много очень собак там скапливается. Бездомные, бродячие собаки. Тоже проблема, когда дети ходят в школу или возвращаются. Если родители не успевают их забрать, это проблема. Потому что сколько раз было, что детей кусали. Бывают огромные собаки, которых выкинули, и они тоже здесь бездомные. Несколько раз были случаи, оттуда шли дикие крики ночью, женские крики. Видимо, кого-то там насиловали. Не знаю, убийства были, нет, но вот эта фабрика, она очень напрягает. Нужно с ней что-то делать. А правоохранительные органы что говорят? Ну, мы 1 или 2 раза ходили, сказали, там будут наблюдать, что там что-то открыли, что-то делают. Не знаю. Никаких улучшений нет. А давно так происходит? Ну, я вот сюда переехала в 2012 году. Вот с тех пор, наверное, это и происходит. Кеңес өкіметі кез еді ғой. Ал енді сол кезде Қарғалы ауылының мынандай тазалық деген керемет болатын. Ал кейін өзіміздің мына Қазақстанның егемендігін алғаннан кейін өте қиын жағдайға душар болдық. Комбинатты мына жекеменшікке алып алды да, ешкім нетпей соның ішіндегі станоктарын бәрін түк қалдырмай сатып бітірді мына Айгүл. Соның көйін бар, енді қалғаны міне түк қалдырмады, ішін кірсеңіз жылайсыз. Бұл Қарғалыдағы ең мұсырдың орталығы осы комбинат, білдіңіз ба? Сондықтан айналайындар, қолдарыңыздан келсе бізге қолғабыс болыңыздар. Как запах во дворе вот, когда играешься, вот, чувствуешь? Да, я чувствую очень плохой, трудно дышать даже. Просто нечистый воздух. А с друзьями часто играете здесь? Да, часто. Приходим тут, играем.
запах чувствуем плохой очень. Воняет. Мына мусорды уже 4 жылда ала алмай қойған акиматқа уже қанша рет барған ғой, ешқандай қорытынды жоқ. Балалардың ойнайтын качелясының түрі анау бәрі сындырып кетеді. Есіктің алдында жаңа темекісін тартады, пивасын ішеді, түнімен шум болады, мына жақта төбелес болады. Уже балалардан қорқады. Емін-еркін балаларды ойната алмайды. Кешкі сағат 6-да уже балаларды бәрін үйіне бәрін кіргізеді. Сондай жағдай ағаштарды кесіп жатыр дейді, пластмассы жағып жатыр, маяқтай пластмастың жаңа иісі үйге келіп қонады жаңағы. Демала алмайсың. Балалар деген уже каждый ай сайын даже 2 аптада бір инфекциямен ауырады бұлардың балалары. Өзім де немерем тоже ауырып, жақында жазылып шықты, мысалы. Ішіп жатқан суларымыз енді өте лас, постоянно фильтр қоямыз. Анау простой фильтрді да қойғанбыз, және басқа судың ішетін суға да фильтр қойғанбыз. Простой фильтрді әр ай апта сайын, даже 3 күн 4 күнде ауыстыра береміз. Өйткені өте лас су, ішінде құрттар жүреді. Бұлай фильтр қоймаса, оған жуынуға, нетуге, ауыз шаюға вообще болмайды. Биліктерге акиматқа бір жауап өзіңіздер ме, біздің айтыңыздар ма? Акиматқа мен өзім барып айтқан жоқпын, бірақ мына жерден көршілер айтады бар. Ешқандай не болып жатқан жоқ. Ішіп отқан суларыңыз қандай? Лас қой, сол кір су фильтрға бірдеңелерді қойып сөйтіп ішеміз ғой. Даже анандай капрон нені орап, байлап, сондаймен ішіп отыр көп көршілер. А мен фильтр қойдырған, мен хоч фильтрдан ішіп отырмын. Лас су, трубалардан нелерден кір су ағады страшно. Трубаларымыз бітеліп қалады, трубаның фильтрлары бар ғой, нандай. Соларды ауыстырамыз ғой. Бір жетіге жетпейді, анау бітеліп қалады кір сумен, батпақпен, анау жаңағы жүннің батпағымен, кірімен. Соны ішіп отырмыз. Жуынатын суларыңыз? Жуынатын да бәрі сол общий су ғой, бірақ су. Иә? Фильтр бір неделяға жетпейді ауыстырған фильтріміз. Сүзіп пайдаланамыз суды, сүзіп пайдаланамыз. Ішінде құм, грязь прямо астында ана кір ненің бәрін. Біз сүзіп ішеміз, әйтпесе былай ішемейіз, невозможно ішуге. Тоқаевтың өзі айтып жатыр ғой, мына 25 жылға дейін мына ауыз суды жөндеуіміз керек деп. Ауыз су өте қиын. Бізде ауыз судың өз таудан ағыммен келетті, баяғы сол жолда қанша малда адам да өліп жатыр. Неше түрлі, соның бәрі мына Қарғалы ауылының баяғы халқы ішіп жатыр сол суды. Ол бұрын өкіметтің кезінде, Совет өкіметі кезінде, Кеңес өкіметі кезінде оны хлорировать ететін, өздің очистительный сооружениеде оны тазартатын. Сөйтіп, қазір онда ештеңе жоқ. Қазір өткенде бір өзіміздің осы жердің азаматы 12 күн суда жатты. Сол суды өзіміздің мына Қарғалының ауылының азаматтары ішіп жатыр. Халық ішіп жатыр. Ол мынадан басқа, мына жақ Қытай, бәрі Қытай басып кетті ғой вообще. Фильтр ала беретін әр адамның жағдайы келмейді. Вообще шығаруымыз керек қой оларды. Біздегі күн көрсетпей жатыр ғой уже, қазір кіріп ап. Әуенен кейін орналасып алғаннан кейін вообще быт-шыт болады. Қазақстанды басып алады ғой, бала-шағамыз қайда қалады содан кейін. Біздің ұрпақтарымыз сол Қытайларға құл болады ертең. Біз жарайды енді, жастарымыз жасадық. Ертең болашақ бала-шаға не болады? Өсіп келетқан. Сол құл боламыз, Қытайлар ақырын басып алады бізді. Кірді деді, басты деген осы міне. Емін еркін. Бізді мысалы қазақстандықтар барайықшы Қытайға, бізді кіргізбейді. Бізге визит не керек, жаңағы өтетін бірдеңе, анау керек, мынау керек, бізді бір күн жүргізбейді. Біздің Қазақстан кең ғой міне, кіргізіп алаттағы Қытайың болсын, анау Азербайжан, түріктерің елің бәрі басып алған ғой Қазақстанды. Бізде Қазақстанда қазақтарға өмір сүретін жол жоқ бізде. Мусор көбіне тазаланбайды. Мына өздеріңізде көріп отырсыздар ғой, ана мусор постоянно шашылып жатады. Сол жақтан сонымен бірге тағы мошка де келеді, егер кішкене шыбындар болады ғой. Соларда төлеп отырамыз, енді біз басқа білмеймін, өзіміз төлеп отырамыз. Көп этаждағы үйдегілердің барлығы қанша уақытта шығарылады? Постоянно мусор шашылып жатады енді. Мусор шашылып жатады көбіне. Сол өзіміз үшін керек қой, соны нететін адамдар, мысалы үшін біз төлеп отырмыз, соны жинау олардың міндеттері. Ол сол нәрсені де қарастырып нетсеңіздер өте жақсы болар еді. Өйткені өзіміздің еліміз, өзіміздің жеріміз, бұл жер таза болу керек. Ол біз халық төлеп отыр ма, халық төлегеннен кейін ол кісілер таза болу міндет деп ойлаймын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаз басталғалы Таза Қазақстан акциясын жариялады. Яғни
елді мекендер, ауылдар, қалалар мен аудандарды апта сайын қоқыстан тазарту сенбілік жұмыстарын ұйымдастыру. Бұл жерде мына қоқыстардан ақ таза Қазақстанның бұл Қарғалы ауылына әлі келмегенін байқауға болады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қаншама қоқыстар мына жерде жиналған қоқыстар да шашылып жатыр. Бұл демек ешқандай да қоқыс жинауға деген контейнерлардың арналмағанын, олардың ауылдың ішінде қойылмағанын байқауға болады. Яғни қоқыстар осылай әр жерде шашылып жатыр. Тұрғындар да оны осы ортаға жинап қойған. Яғни қоқыс тастайтын контейнерларының орны осы жер ауылдықтар үшін. Мусор дегенді айтпайсыз бұны, сасып атыр. Айлап, жылдап, сасып атады, құрттап, ағып атады, алмайды. Даже мусорды алмайды. Акимат келді. Қарау керек қой, қарамайды. Мына посвящение, мына центрдан, памятниктен, мына жерге дейін посвящение қойып беріңіздерші. Балаларымыз жарайды жазда, түк емес, қыста. Сабақтан, мектептен қорқады, қайтқанға дейміз. Свет қоймай отырық бізге. Посвящение жоқ, бір-екі лампочка қойып бермейді даже бізге. Освещение. Ешқандай не жоқ, жарық жоқ, освещение жоқ, түк жоқ. Балаларымызды шығамыз фонарикпен мектептен күтіп аламыз. Сағат 8-де шығады балалар сабақтан. Сол бізде жағдай. Акимат кеп қарап атқан жоқ, ана мусор деген анау ағып атқан. Ағаштар деген мынау міне бәрі қурап атыр. Неделю один раз убирается, но почему-то он очень быстро заполняется. Мне кажется, потому что в других местах нету мусорных этих специальных, видимо, потому что здесь частных домов много, и они все завозят машинами. Мне кажется, для частных домов тоже как-то организовать надо, чтобы они наш мусорный этот не заполняли. Возят машину, что выбросить сюда? Ну, приезжают с частных домов, да, бросают к нам мусор. И поэтому у нас вот убираются через день, через два опять уже все вот так. Но еще не полный, вы увидите, жол один шаг кетет. На дорогу прям выбрасывают. И вот это постоянная вонь. Освещение жоқ. Освещение, мысалы үшін үлкендер біздерге білінбейді ғой. Біз кіреміз кешкі мектепте оқыған кезде балаларға өте қиын. Мына жер өте қараңғы. Өте қараңғы, балаларға өту кешке қайту қиын да. Бір жылдар болды, осы жерде бір кісіні ұстап, біреу жатқызып қылғындырып атқан, біреулер кеп құтқарып алып, сондай жағдайлар болды. Освещение мына жерден қойса жақсы. Здесь ночью одной ходить очень опасно. И освещения у нас здесь нету никогда. То его воруют, то еще что-то. Конечно, если там проходной двор, там наркоманы живут. Конечно, мы ставили освещение, они воруют его. Они проворуют, продают, наверное, я не знаю, что они... За свой счет ставили? Было, что и за свой счет ставили, да. Освещение. Қарғалы ауылында ешқандай акиматтан, аудандық акиматтан ешқандай көңіл бөлінбейді. Қаражат бөлеміз дейді, оның бары бір 22 жылдан бері келетірміз, мына жолымыз жасалмай жатыр. 22 жылдан бері. Әлі айтып жатырмыз. Не деген сұмдық? Абай көшесі, Сейфуллин көшесі, ана жерде 4 көшені. Сонау жақтағы Жамбыл облысының Қаратал жолдары алған, олар ақшаны жеп қойған. Осы жақында жасаймыз деп еді, әлі үміттіміз баяғы тозған жоқ. Үмітсіз шайтан дейді, сол әлі үміттеніп отырмыз. Мына жолды жасап берсе екен кішкене болса да. Халыққа аздап болса да әкіміміз көзқарасы дұрыс па екен деп. Мына біздің Нұрлан Ертастың аудандық әкімнің ешқандай бізге деген қолғабысы жоқ. Не екенін білмеймін, қанша мына өткенде сайлау болды, сол сайлауға да келіп баяғы бізге сұрады осындай маған дауыс беріңдер деп. Біз жиналыс ашып баяғы осы сізге дауыс береміз деген бәріміз ниетіміз, сіздің тек қана бізге көзқарасыңыз дұрыс болса, ауылымыздағы жолымыз жөндесеңіз, суымызды, оның көйін бар, мына канализация жоқ. Больницаның төмен жағындағы канализациядан аққан су сыртқа ағып, халық соған наразылық білдіріп жатыр. Анау боқсыздық сасыған, сондай бола ма? Сондықтан айналайындар, сіздердің келгендеріңізге көп рахмет. Айналайындар, аздап болса да сіздердің арқаңызда кішкене болса да біздің үмітіміз арылып баяғы осы аздап болса да Қарғалы ауылының халықтарының разылығына бөленіңдер айналайындар.
Тұрғындар айтқан проблемалардың бәрі ауыл ішіндегі комбинатқа байланысты мәселелер. Таза ауаны және де ауыз суды ластап отырғандар да осы комбинат аумағындағы кәсіпорындар. Тіпті жауапты органдар жұмысын тоқтатса да, Қазақстан заңына бағынбай отырған компаниялар түнгі уақытта жұмыс істеуге көшкен. Бұның ішінде мынандай жағдай болып отыр. Сол жағында өзеннің пош. Оларда несі канализация жоқ, бәрі өзенге кетеді. Краска ма, қандай алғы химикаттар. Бер жағында, мынау сол жағында қытайлықтар осы горилланың мынау недердің алғы сок, алюминиевый пищевой банкадарын бәрі свалкадан жиналған, соны штабель осылай прессованы алып кеп, мынау бүкіл склад приготовительный складтың ішін толтырып қойған. Алюминиевый радиатордар автомобиль. Соны ертіп алюминийді. Брикет алюминий, пищевой енді алюминий қойған. Соны жасап атыр. Аданың түтіні дем алдырмайды. Мына пятиэтажка, қасындағы тұрған пятиэтажканың балконға шыға алмайды. Қасында мына жерде қасымыз алыс емес стадион бар. Футболисттар, сонда спортсмендар. Түтін со жаққа келгенде немен самалмен келеді ғой. Сол кезде демал алмай қалады. Енді қазір қойы түнде оларға запрет жасағанбыз да. Қойыңдар мынау экологты шақырып, олар түнде бастап. Наны ертіп қайта. Түтін түнде келеді. Енді төменгі мынау өзеннің самалы төменге дейін барады ғой. Еге биология көшесіне дейін иісі келді. Кішкентай балалар осы жерде, жасы үлкен адамдар тоқтамай бір жөтел пайда болды. Соның алғы түтіннің әсері деп ойлаймыз. Сосын алюминий экологтың облыстың келген айтқаны, алюминий бірінші категория опасности металлы. Неде жилой комплекстан бір шақырым жерде промышленный зона, яғни не свалканың қасында разработка жасау керек екен. А мынау тура ауылдың ортасында, өзеннің жиегінде. Осыған не үкімет қазір таза Қазақстан деп айтылды. Біз оны қазір осында волонтердар жинап жатырмыз. Сосын жас балаларды группа осы өзенді тазарту, мынандай недердің әлгі ертіп атқаны, ол енді экологически опасно бізге, біздің неге. Мусорды мына жинаймыз ғой, мына жерде, көшедегі. Сосын мына төменде бізде ағаштарды, ішінде ағаштарды кесіп жатыр. Оларда мына оның договоры бар. Договорда акиматпен. Без разрешения ешқандай мына көк өсіп тұрған дұрыс ағашты қойы қозғамау керек. Тек қана құлайын деп тұрған, құрақ қалған. Қазір сплошной обрезка кетіп барады ағаштың. Штабилитет, цех жатыр енді шпон шығарады дейді ме, оны білмедім мен. Не шығаратын деревообрабатывающий шпон, соларға акционердің недер, акционер басшысы ма қазір председатель. Соған рұқсат берген ғой. Комбинат деген өте адам жан ашиды. Соғыс кезінде соғысқа шинель берген. Сондай баяғы керемет комбинат еді. Бір сменде күніне 3000 адам сүткісін істейтін. 3 смен. Соның өзінде қазір мені құлдырап, жекеменшікке өтті де мына Айгүл Марат Шотановичтің әйелі сол алып алды. Содан баяғы ешкімді кіргізбейді. Оның көйін барып, кейін кезде Қытайларды алып кеп, өңкөй, мына Кока-Коланың, Пепси, сондай өңкөй сусындардың қобдишаларын, соны сол жерде балқытып өңдеп жатыр. Ол балқытқан кезде, оның қап-қара түтіні мына комбинаттың жанында тұрған адамдарға зиян болып жатыр. Елдер тұншығып, 5 этаждағы тұрған, осы 5 этаждың адамдары тұншығып баяғы айтып жатыр, осындай қандай қиын жағдайға душар болдық деп. Оны біз Айгүлге кеп айтсақ, қоғамдық кеңестің мүшесіміз, өзіміз мына Қарғалы ауылдық акиматында. Содан баяғы айтсақ, ол біздің тілімізді алмайды.
Оның бәрін суретке түсіріп алғанбыз. Әне күні тағы кіріп суретке түсірдік. Суретке түсірсек алдында комбинаттың ішіндегі үлкен зданиялардың бәрі не болатын? Толы болатын. Өңкей КамАЗдармен әкеп түсірген. Ал енді әне күні кіріп түсірсек ішіне құлдырап бос. Көрдіңіз ба? Қанша жұмыс істелінген. Оның көң бір комбинаттың территориясындағы ағаштар. Мына 5 этаждағылардың бәрі айтады, ағаштардың бәрін кесіп, түк қалдырмады. Оның көң бір өрт, жиі өрт болады. Біз мына сол өрттен тұншығатын болдық деп, мына жақын тұрған халықтар өте баяғы соған наразылығын білдіріп жатыр. Соғыс кезінде тоқтамаған комбинатымыз енді технология дамыған интернет уақытында тоқтап тұр. Бұл комбинат енді қазір тоқтағанына 30 жылдай болды. Нағыз тоқтаған жылы 2004 жыл 20 жылдан асып кетті. Енді бұлай істемегенде 30 жыл болды ғой. Енді бұл комбинаттың жаңағы иесі, акцияның жаңағы барлық акцияны жинап алған Атырғалиева Айгүл. Сол кісі жаңағы өзінің бір осы жердің несі деп қожайын деп ойлайды, осы комбинаттың жаңағы пельменный цех, тағы басқалар не ашып жатыр. Қытайларға беріп қойды, Қытайдан келген қазақтарға бір цехты беріп қойды. Ол кісілер жаңағы отходтарды жаңағы мындай не дейді, банкілердің немесі дейді, алюминиевый банкаларда бір обработка жасайды, переработка. Ол деген фильтрлері қойылмаған, мына отдаленность 1 километрдей болу керек от населенного пункта. Бұл 1 километрға да жетпейді, түтін шығады, оны түнде істеткізеді. Қазір олар қорқады, күндіз істемейді, түнде істеткізеді. Сондықтан да бұл денсаулыққа, осы жердің тұрғындарына бәріне денсаулық қауіп келіп тұрды. Департамент экология Қонаевтан да келді представительдер, полностью жаңағы тыйым қойылды, бірақ оған қарамастан бұл кісі істеткізіп жатыр. Ағаштардың бәрі кесіліп болды. Экология деген уже білмеймін енді 70% құрған шығар бәрі сол комбинаттың төңірегінде. Содан кейін суға да ағызады, жаңағы жуған жүннің нелерін. Вообще гос не соблюдается. Енді бір сұрақ, бұл комбинат жарайды тоқтады, ткацкий цех, прядельный цех, сновольный цех, мотельный цехтың станоктары қайда, СТБ қайда, механический станоктар қайда, прядельный аппараттарды жаңағы нететін, жаңағы жүні еретін жаңағы прядельный станоктар қайда, соны сұрақ. Қайда кетті ол? Бұл кісіге жаңағы қылмыстық іс ашуға болады, өйткені бұл заңға сәйкес келетін нәрсе, бұл заңсыз істелініп отырған нәрсе. Документтерді көрсет десек, бұл жаңағы станоктарды қалай саттыңыз, купля-продажа кімге кетті бұл десек, ол обетет көрсетпейін дейді. Біз жаңағы 5 қабатты үйден 200-300 метр ғана алыстадық. Бұл жерде өздеріңіз көріп дауысты естіп отырғандай, мына жерде жабайы қаңғыбас иттер расымен де өріп жүр. Мына ағаштардың арасынан шығып, тұрғындардың қорқынышы да осы. Балаларымызды бірнеше тістеп алды дейді. Оларға ешқандай шара қолданылмайды. Қазір мына жерде ағаштардың арасында біз өзіміз көзімізбен 10-12 жабайы ит санадық. Қарғалы ауылындағы таза ауа, су, қоқыс мәселелерін арқалап ауыл әкіміне келдік. Алайда түскі уақыт болған соң әкім орында жоқ. Бірақ жұмыс бабымен жол жүрейін деп тұрған оның орынбасарын сөзге тарттық. Әкім осында ма? Иә, қазір келе ма, обед уақытысы. Сіз қазір қайда боласыз? Прокуратурадан. Осы мәселелер бойынша ма? Қай прокуратурадан? Районы ма? Сізден бір екі сұхбат жасақ, 1 минут 2 минут уақытыңызды аламыз. Şimdi tane daha әкім орынбасары бар. Жалпы бұл проблема, сіз қай жағынан орынбасарсыз? Әлеуметтік мәселе ме? Бұл сізге қарайды ғой негізі бұл проблемалар. Жоқ, нелердің бәріне мен ол жақтан қазір ана кісінің демеймін. Сұхбат керек болса береді ғой, оған. Просто ана кісілер тұрғаннан кейін бағанадан бері звондап қойған ғой, кетіп тұрмыз дейді. Қай жерде кетіп тұрулар? Кіреберісте. Қай жерге апарасыздар оны? Ауылдың ішінде өздерінің объектілері бар. Қандай объектілер? Салынып
Бекман, сен ішінде болдың ғой, анан көрдің ғой. Сен керек. Бәрі біледі оны Жакен аға. Мен қазір келем, қашып кеткен ғой. Жоқ, просто біз кетіп қалайын деп тұрмыз ғой қазір, біздің басқа да съемкаларымыз бар. Түсіндім. Кім? Данияр? Қуаныш қайтшы бір-екі ауыз. Жаңағы Нитро общий біледі информациясын бәрін. Данныйлар бар ғой. Ана бір Эрсюкай кім, ана хозяины кім? Бар. Полный данныйлар бойынша қысқаша мәлімет бересі болады. Ана әлгі оперативный әлгі криминалистер бәрі не, ол не болып жатыр, сол... Кімде бардық па, кімде барған кетті ма? Вот как раз Даниярлар бар. Сонда біледі ме? Точно. Точно біледі деген әкімнің екінші орынбасары да орында жоқ болып шықты. Асығыс емеспіз, күтейік деп шештік. Алайда әкімнің өзі келді. Бірақ түскізілісті сұхбат бермеймін деп басында жалтарғанымен асығыс әкімді жібермедік. Проблемалардың хабарыңыз бар ма? Қандай шара қолданасыз? Проблема оларға біз қазір айтып жатырмыз. Ана осы жоқ, сыртқа шығып. Оларға қазір қоршауын реттеуге ана клубының ішіне кірмеу туралы бәленбай хат берілген, қазір сотқа дайындалып жатыр. Осы жерде сотқа береміз оларды қоршалмаған үшін. Сонда осыншама экологиялық проблемалар бар, бірақ сіздер тек қана қоршау үшін ғана сотқа бересіздер ме? Енді неге береміз? Ол жекеше акционерный общество. Алдында бір-екі рет беріліп, ол кісілер жеңіп алған оны. Олардың жұмысын экологиялық департаменттер тыйым салды дейді қазіргі уақытта. Бірақ түнде кешкісін уақыт істеп Олардың жұмысы болғанда алюминий үнемдеу. Оны кешкі жақында барып біз участковыйлармен жұмыс жасадық. Олар ұстады, оның барлығын оформить етіп, участковыйлар арқылы экологияға жазылды хат. Олар қазір қайтадан жұмысын жалғастырып жатыр дейді. Жұмысын жалғастырып жатқан білмеймін. Қазіргі күнде біз өзіміздің қолымыздан келгенін бәрін жасадық. Не жасадыңыздар? Областной экологияға хат жолданды. Областной экологиялық прокуратураға хат жолданды осы бойынша. Тек қана бұл бір жылдан бері істеліп жатқан жоқ қой бұл шара, негізі? Көктем айында ма, сол кездерде біз қоғамдық кеңеспен бірлесе барып жаптырғанбыз. Олар жабық деп өздері бәріне кәдімгідей осындай сұхбат берген. Сонымен жабықтырған осы бір жеті, екі жетінің көлемінде сондай әңгіме шықты. Қарастырып бір күнде олар сталды солай жұмыс жасап жатқан. Қазір тағы да жұмысын жалғастырып жатыр дейді. Оны білмеймін енді. Біз қолымыздан келгенін бәрін жасадық. Ауылдағы ауаның жағдайын қалай бағалайсыз? Тұрғындар сол комбинаттың алдындағы 5 қабатты үйдің тұрғындары тіпті демалуға келмейді жасап жатырмыз ғой осының барлығына. Енді жұмыс жасалып жатқаннан кейін мен ештеңе айта алмаймын. Жақсы, рахмет сізге. Судың тоқтай тұрыңыз. Әкім мырза, ауылдағы судың мәселесі қаншалықты өзекті? Судың мәселесі қазір қиын жағдайда, өйткені біз ашық Ұзын Қарғалы өзенінен алып отырмыз. Сол байланысты 4-ші этаппен қазір сметалық жобалау құжаттары бітті, госэкспертизасы бітсе, бюджеттен заявкаға береміз. Сонда сіздер ол организатор біз емес, организатор аудандық ЖКХ бөлімі. Өзеннен алып халыққа таратасы ешқандай тазаланбайды ол су, иә? Ол су тазаланады, неге? Бізде фильтрованиясы бар, сол бойынша сол фильтрден өтіп тазаланып беріледі. Фильтрден өткен су қоқыспен, құрт-құмырсқамен келе ме үйге? Халық солай айтып отыр. Жоқ, олай айтып отқан рас, бірақ та қазір 4-ші этаппен тағы да ол жаққа кезекті жұмыстар жүргізіледі, сонымен ол толықтай жұмыс жасайтын болады. Қашан? Енді қазір сол 4-ші этап ашылсын, госэкспертизадан шыққаннан кейін жаңа айтып өткендей бюджеттен заявка болады соған. Жоқ, нақты айтсаңыз, халық қашан таза су ішеді? Нақты мен айта алмаймын, организатор ЖКХ бөлімі. Аудандық па? Аудандық. Сіз оларға қандай да бір олар қашан деп отыр? Аудан әкімі хабардар ма бұл мәселеден? Бұл мәселемен аудан әкімі де, аудан көлемі де бәрі хабарлар. Қазір госэкспертизадан бәрі шықса, соңғы нелер этаптар жүріп жатыр. Сол бойынша шықса, бюджеттен заявкаға беріледі. Сол арқылы жасалатын болады. Енді қоқыс мәселесіне келсек. Ауылда бірнеше жерде көріп шашылып жатқан қоқыстар. Қоқыс мәселесі ол тоқтамайтын дүние. Ол жыл 12 ай жұмыс жүргізіліп жатыр. Тазалық жұмыстары ауылға айтылып жатыр. Көше-көшеге шығып, мына таза Қазақстан акциясы жүріп жатыр. Сол бойынша бүгін тазаланған күн ертесі болғанады, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан ол мәселе тоқтамайтын дүние. Ол жасала береді. Қанша уақытта тазаланып отырады негізі? Көпқабатты үйдің алдындағы қоқыс? Көпқабатты үйлердің алдындағына өзінің графигі бар. Бізде 3 ипі жұмыс жасайды. Сол бойынша график бойынша жұмыс жасалады. Қазір жаз мезгілінде өздеріңіз білесіздер, мусор көп. Сондықтан олар ондан да көбірек бір мезгіл алынатын болса, қазір екі мезеттен алынатын болып жатыр. Күніне 2 рет алына ма?
Күніне 1 рет алынады. 2 мезгілде Тазалап кетеді. 7-сіне 2 рет алынады деп отырмын мен сізге. Аптасына 2 рет тазаланады, иә? Иә, график бойынша. Ал толып кеткен жағдай болса, оған қарамайды, тазалана береді. Қазір жаңа комбинаттың алдында 5 қабатты үй толып, жан-жағына шашылып жатыр. Оны бүгінге мен оларды шақырдым, жұмыс жасалынып жатыр, ол ИП-ға. ИП егерде олай жұмысын жүргізмесе, ол сотқа беріледі. Ол осы конкурсқа қатысардың алдында немесе осы Ол конкурсқа ешқандай қатыспайды, олар ИП өздері халықпен прямой договорға отырады да, біз арқылы емес, халық арқылы договормен олар тазалық жұмысын жүргізеді. Техникалар жеткілікті ме? Техникалар жеткілікті. Асығыс ауыл әкімі Қуаныш Наметовтың жауабына қанағаттанбай, біз Жамбыл ауданының әкімі Нұрлан Ертасты деп Ұзынағаш ауылына бет алдық. Ақорда секілді хан сарайында отыратын әкімнің күзет қызметі, күштік құрылымдар, ұлттық қауіпсіздік комитеті, әскери гарнизондар секілді бөлек орналасқан. Әкімдікке оңайлықпен кіре алмайсыз. Күзет хабар берген соң аудан әкімінің орынбасары Ақниет Туматаев хабарласып, келген мәселеңізді осы жерде тұрып айта беріңіз деді. Жоқ, оны мүмкін ішке кіріп сөйлесерміз. Немесе басқа бір әріптесіңіз, басқа бір орынбасармен сөйлесейік, бұл телефонмен тұрып, мен сізге бүкіл ақпаратты айта алмаймын ғой. Сіз қазір қайдасыз өзіңіз? Аудан әкімі қайда? Аудан әкімі жұмыста болу керек. Жоқ, біз аудан әкіміне келіп тұрмыз. Жоқ, біз күзетшіге айтсаңыз, біз кіре берейік. Іште бірінші этажда күтіп тұрамыз. Біз жоғарыға барып по кабинетам әкімді іздемейміз ғой. Астына түссін біреу сол кезде. Жоқ, біз өте берейік па? Не үшін? Сіз аты жөніңіз кім дедіңіз? Ақниет Тұрысбекұлы аға. Жақсы. Аудан әкімінің орынбасары Ақниет Туматаев Тұрысбекұлы хабарласты күзетші арқылы. Келген мәселеңізді телефон арқылы осы жерде тұрып айта беріңіз дейді. Бір жағынан күлкілі сияқты, иә? Негізі Астанадан, Елордадан кеп тұрмыз деп тұрмыз, 4-ші билік өкіліміз деп өзімізді таныстырдық. Сонда да ішке кіргізгісі жоқ бұл жерден. Сонда жай қарапайым халық қалай кіреді, мәселесін қалай айтады, қалай жеткізеді әкімге. Әкімнің орынбасары есіктен кіргізбей тұрса. Әкімнің орынбасары басшысымен ақылдасты ма, әлде әріптестерімен сөйлесті ме, әйтеуір екінші рет хабарласып, қазір әкімдікке кіргізетінін айтты. Аудан әкімі сағат 3:30-ға қарай келеді, иә? Оған дейін біз Абзал Еркінұлы қабылдайды бізді. Жақсы, өте берейік мұнда? Жақсы, рахмет. Аудан әкімі жиналыста сағат 3:30-ға қарай келеді деді. Қазір сағат тілі бізде 14:52, демек 40 минуттың шамасында аудан әкімі келу керек. Ал оған дейін бізді қазір аудан әкімінің орынбасары Абзал Еркінұлы Нұрпейісов қабылдайды деді. Қазір ол кісіні күтейік енді. 3:30-да келеді, ал қазір болса әкімнің орынбасары Қамбарұлы Әділбек Қамбарұлы өткізді. Жақсы. Біз аудан әкімдігіне кірдік. Қазір ғимараттың алдындамыз. Жаңа атап өткендей, кіре берісте арнайы күзетшілер отыратын бөлме. Ол жерде арнайы рұқсатпен ғана кіргізіледі адамдар. Мына өзіңіз көріп тұрғандай, Жамбыл ауданының әкімдігінің ғимараты дәл Елордадағы президент отыратын Ақорданың көшірмесі. Не үшін бұлай жасақталғанын қазір әкімнің өзінен де сұрап көреміз. Кімнің идеясы, қашан құрылысы басталып аяқталды, оның бәрін әкімнен сұраймыз. Сондай-ақ бір ескерте кететін жайт, барлық әкімдіктің ғимараттарында елтаңба тұру керек еді. Бұл жерден біз елтаңбаны көрмедік. Қазір бұл сұрақты да әкімнің өзінен сұрап көреміз. Кеттік.
Бізді ғимараттың ішіне кіргізген маман аудан әкімінің орынбасары Әділбек Қамбарұлының кабинетіне алып келді. Кабинетке кіре сала, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың портреті көзімізге оттай басылды. Астында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев деп жазылып тұр. Қараймыз, Уақытысы келсе, уақытысы келген жоқ па? уақытысы келгенде емес, оны қойғанда алып нетеді ғой, жаңағысы. Тұр ғой, ілініп тұрды. Енді ауыстырса, ауыстырамыз қазір. Сізге дейін ілініп тұрды? Міне маған дейін ілініп тұрды. Сіздің бұл кабинетте отырғаныңыз қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды кабинетте? Біраз болды. Біраз уақыт болды. Жеке сұхбат аламын десеңіз, мен қазір мына кісілерді қабылдап алайын, алыңыз. Жоқ, жеке сұхбат емес, ол просто көзім түскесін сұрақтар болды. Мен біраз уақыт болды, істеп отырғаным үшін. Аты жөніңіз Әділбек дедіңіз ба? Әділбек. Все жақсы. Ана қыздарға айтсаңыз қазір айтады, қабылдап қай жерге отырғызады. Орынбасарлары сағат 3:30-да келеді деген аудан әкімі Ертас Нұрлан Ертасұлы әлі жоқ. Сағат уақыты 4 болды. Қазір орынбасарлардан тағы да білеміз. Қандай мәселе? Жоқ, осы ауылдың ішінде ма? Жоқ, ауданда. Қай жерде? Біз барайық қазір сол жерге. Звондап беріңізші, мен қазір сол жерге барайық машинамен. Ақниет біліп берсең қазір звондайды, хатшысы. Ол кісі өзінде жоқ қой. 3:30-да мен қазір сөйлесіп беремін, 3:30-да деп ол кісі сізге келеді деді ғой. Иә. Сосын сіз де айттыңыз ғой, жаңа бізді кіргізген кісі де. Сізге келгенде 3:30-да келеді, күте, сіз айттыңыз ғой, 3:30-да келеді, күте тұрыңыз деген. Өйткені маған сол айтты. Сосын бізді күтіп алуға шыққан, кісі тоже сол айтты маған. 3:30-да келеді деді. Қазір сағат 4 болды. Иә. Ол 3:30-да келеді деп айтқан жоқпын. Бізде бәрі камерада жазылған. Иә, жазылған. Жоқ, сол 3:30 деген сөздер жазылған дейді. Жарайды. Оны жаңа мен сізден естідім ғой, 3:30-да келеді деп, жоғарғы отыра тұратын орын ба деп сұрадыңыз ғой өзіңіз. Осы жер. Звондап беріңізші. Или мен жауап бере берейін. Жоқ, бізге әкімнің өзі керек. А вообще заранее былай айтып бердіңіздер, біз келе жатырмыз деп. Айтқан жоқпыз. Ақниет ассалаумағалейкум, қалың қалай. Жаңа Бай медиа деген Астана деген жаңа журналистер келіп, соны сен сағат 3:30-да болады депсің ғой, әкімші. Бастық неде ғой? Обезге шығып кеткен ғой, постройки. Жоқ қой, сен 3:30-да келеді деген соң кісілер отыр, күтіп. Жоқ, ол обезде жүрмін дейді. Ескерткен жоқ деп тұр. Сен 3:30-да деген соң бұл кісілер күтіп отырды, қазір 4 болды. Маған келіп мен қабылдап беріп жауап берем десем, бұл кісілер әкім керек деп тұр. Алло. Хорошо. Не дейді? Не дейді? Бастықтан сұрашы дейді өзі. Звондап көрсеңізші. Қазір жұмыспен звондап отыр бастықтар. Бақтыр Сілейш, ассалаумағалейкум. Қазір не етесіз? Қазір сұрайын. Бақтыр Сілейш, ана қыздарыңыз келді ғой, мен айтып отыр. Қарғалы ауылындағы мәселемен хабарыңыз бар шығар. Ол жерде бұрын комбинат болған, фабрика болған. Қазір тәуелсіздік жылдарынан кейін бір қолға өткен акционерге. Сосын бірнеше жыл істеп, қазір жұмысын тоқтатқан. Алайда ол жерде бірнеше кәсіпорындар өз жұмысын істеп жатыр. Мебель жиһаз шығаратын цехтар дейді, оның арасында халықтың наразылығын тудырып отқан қытайлық компания алюминийді ерітіп, қалыпқа салып жасайтын. Оның жұмысына бірнеше рет тоқтау салынған, бірақ қазір түнгі уақытта жұмыс істеп жатыр. Бұл сонда біздің Қазақстанның заңына бағынбай жұмыс істеп жатыр ма? Олардың хабарыңыз бар ма? Жақсы. Енді жалпы Қарғалы аудан орталық Ұзынағаш елді мекенінен кейін ең ірі елді мекеннің біреуі. Бүгінге 40 мыңға жуық халық саны. Кейінгі жылдармен сол Қарғалы елді мекендерінің халық тұрғындарымен кездескенде бұрынғы Қарғалы, қазір Қарғалы салыстырамыз. Бала кезімізде сөйерге бұрын Қарғалының төңірегінде
пионер лагерлер дейміз ғой. Пионер лагерлер көп шоғырланған. Өзімде бала кезімде сол пионер лагерға барып, ауылдан Қарғалыға барғанда бір үлкен қалаға түскендей болатынбыз. Ол жердің фонтандарына шомылып айтамын өзде елдерге. Сол қалыпқа келтіру мақсатында қазір жұмыс атқаруымыз керек деп. Енді мәселе көп қой. Ең Қарғалыдағы жаңағы сіз айтып отқан кәсіпорыннан бұрын көтеріліп жүрген мәселенің біреуі ауыз су мәселесі. Ең үлкен не мәселе тұрақты ауыз сумен қамтамасыз ету. Оған да келеміз қазір аға. Ол енді бірінші мәселе Қарғалыға көтерілетін мәселе болғандықтан, ол мен жақын болғандықтан су мәселесі. Одан кейін ауылдың ішкі жолдарын бұрынғы Қарғалы даже жалпы осы қазір 61 елді мекен бар аудандағы. 61 елді мекеннің 14 елді мекені осы аудан орталығынан шоғырланған төңірегінде аймағында 14 елді мекеннің барлығының шекарасы бұрынғы алдағы уақыттармен салыстырғанда 3-4 есеге өсіп кеткен. Әрине одан кейінгі көтерілетін келелі сұрақтар туындайды. Су мәселесі, жол мәселесі, газ мәселесі, электр энергиясы мәселесі, барлығына инженерлік инфрақұрылымға қатысты мәселелер. Енді жаңағы көтеріп отқан Қарғалы бұрынғы жаңағы Қарғалы елді мекенінің өзі сол Қарғалы шұға комбинатының базасында құрылған елді мекен. Оның деген жаңағы сукнолары баяғы бүткіл дүние жүзінде, оның Совет одағындағы жаңағы 15 елді мекеннің бәріне таралып тұрған. Кейін кездерде осы 15 жылда бір не жасағанбыз. Жаңағы кәсіпорындарды жинап, сол кезде де осы маталарының түрлерін көрсетуге мүмкіндігіміз бар, осындай жасауға деп көрсетіп жүретін. Кейін кездерде енді жаңа тарихын біліп отыр екенсіз. Бұрындар кейін АО акционерлік қоғам құрылып, Қарғалы өздерінің учредительдары бар, бірнеше ғимараттарының бәрін бүгінгі күнде жеке меншікте, әрине. Жеке меншіктер өздерінің жаңағы келісімдерімен біреулерге арендаға, келісім шарт негізінде арендаға берген. Жаңа сіз айтып отқан балқыту цехы, алюминий балқыту цехы, бұл бұға дейін де сол аяқтың тұрғындарының наразылығын білдіртіп көтерілген мәселе болатын. Ол бұға дейін жабылған, енді қазір арнайы өткендегі сол жердегі активистер деп жүрміз, Мұса деген сияқты азаматтар көтеріп, мына қайтадан жұмыс істеп жатыр деп. Енді бүгін ғана таңертең рободаның бастығының міндетін атқару үшін маған осы жердегі жаңағы заңсыз қызмет атқарып жатқандардың түгел құжаттарын алып, жинап, миграцияға тапсыртып, қазір сотты күтіп отырмыз деген. То есть, если соттың несі шығады, скорее всего, оларға штраф салып барып, депортацияға кетеді. Бірақ түпкілікті жаңа өзіңіз айтқандай, әрине заң аясында болу керек. Қазақстан Республикасының өзінің белгіленген заңы бар. Арнайы жаңағы мейлі ол даже жеке меншіктің жерінде отырып өзінің келісім шарты болатын болса да, зиянды дүниесі бар кәсіпорын міндетті түрде өзінің рұқсатын алу керек. Ол міндетті түрде тіркелу керек. Сондай заңдың талабын бұзу салдарынан жаңа кәсіпорын жұмыс істеу міндеті жоқ деген дүние. Сондықтан біз өз тарапымыздан арнайы құзырлы мемлекеттік органдарға тиісті хатымызды, жаңа роботымыз бар. Біз өз жерге жаңа прокуратураны араластырып отырып, содан кейінгі мына жаңағы экологияны араластырып отырып, жаңағы кәсіпорынның заңсыз жұмысын тоқтатуға міндеттеніп отырмыз. Сотқа кеткеннен кейін арнайы ол жаңағы сол келісім шарт бойынша арендаға берген ғимарат иесі, ол да бір жауапкершілік міндет көтеру керек. Неге ол ондайға барады? Егер жалпы жаңағы халыққа зиянды кәсіпорын ашылып, заңсыз ашылған, жұмыс істеп жатқан дүниеде, ол да өзінің жауапкершілігін оғанда салмағын салу керек. Жауап беру керек, міндетті түрде заң алдында барлығы тең, бірдей, сондықтан ол да өзінің жаңағы заң бұзушылығын мойындау керек. Оған бірнеше рет айтылды да ол кәсіпорынның басшысына. Сондықтан ол жерде бос тұрған ғимараттардың өзінде қалыпқа келтіру бойынша міндеттеме қойылып жатыр қазір. Неге жұмыс істемеу керек? Егер бұрындары дүниежүзінде жаңағы Совет одағына дүркіреген үлкен кәсіпорын болған, бүгінгі күнде әрине жұмысын жүргізіп тұрған жоқ, бірақ дегенмен де жұмыс жүргізу инвесторларды тарту есебінен, болмаса сол жердегі елді мекендерден де белгілі жақсы азаматтар, халықтың игілігі үшін ғимаратты берген жағдайда бізде кәсібімізді жүргізуге мүмкіндігіміз бар деген азаматтар жоғымыз бар. Оларға көмектессін. Сіз осы жаңа сізге келерден бұрын өмірбайыңызбен танып шықтық. Өмір бойы осы Жамбыл ауданында туып, осында өстіңіз, осында еңбек жолыңызды бастадыңыз. Арада бір ауданға және де Талдықорған облысына қаласына барып жұмыс істеп келдіңіз де, қайттан осы елдің
дамуына үлес қосып жатсыз былайша айтқанда. Жалпы сол жердегі проблемадан хабарыңыз бар. Ол жердегі акционер, жаңа біз халықпен сөйлескен кезде, жаңағы комбинаттың алдындағы 5 этажды ғимарат, тұрғын үй. Иә. Сол кісі сол Айгүл деген кісіге көп шағым түсіріп жатыр ол кісілер. Жаңағы солардың бассыздығына қараусыз қалғаннан кейін мына жердің бәрі ішетін адамдардың жиналатын орны болды дейді. Қаңғыған иттер жүр дейді, оған ешкім қарсысыз. Ана жерден цехтан шыққан иісте далаға шыға алмай қалдық дейді. Ішіп отқан суымыздың бұзылғаны да тіпті сол комбинатқа тікелей байланысты дейді. Өйткені олар құбырдың бәрін, сол жердегі ненің бәрін сатып жіберіп, бізді қазір дымсыз қылып, керісінше жаңа Қазақстанда алға дамытпай кері тартып отыр дейді. Үлкен кісілермен сөйлестік, ол кісілер тіпті Кеңес одағын аңсайды сол жердегі кісілер. Жаңа өзіңіз айтпақшы, бұрындар жақсы болатын еді біздің ауыл, қазір кері кетіп баратырмыз дейді. Енді Кеңес одағын аңсайтындар жоқ емес бар, бірақ дегенмен де Кеңес одағында былай болған еді деп көз жұмып отыра беруге де болмайды. Сондықтан да суды қазір жаңа тікелей Қарғалы акционерлік қоғамының байланыссыз біз тікелей халыққа оның әсерінсіз ақ беріп отырмыз қазір. Бұрындары сол Қарғалы шұға комбинаты арқылы өтіп кететін суды қазір біз тікелей халыққа жаңағы оның әсері жоқ ол мекеменің. Яғни айтсақ, жаңа басында айтқандай, осы бірінші кезектегі сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, ол үшін де біз бұған дейін де бірнеше жаңағы этаппен су жөндеу жүйесін жүргізген болатынбыз, бірақ әлі де жалғасып жатыр. Сондықтан бұл жерде жаңағы егер суға қатысты сұрақ болатын болса, мына Қарғалы акционерлік қоғамның мүлдем әсері жоқ бүгінгі күнде. Тоқталатын дүние ішіндегі кәсіпорындардың заңды жұмыс істеуі, олардың жаңағы суды лайламауы, керісінше суды пайдаланған жағдайда оны тазалау, өз бағытында дұрыс пайдалану мақсатында пайдалансын деген. Оны шынын көрсеңіз, қазір ішінде мына жағында балық ұстау цехы жұмыс істеп тұр, мына жағында жүн жаңа қабылдайтын цех жұмыс істеп тұр, мына жағында қосымша тағы да цех жұмыс, үлкен жүнді сорттап тазалайтын цех іске қосылу жоспарында тұр. Олар да барлап күнделікті көріп жүрмін ғой, бірақ дегенмен де барлығы заңды аясында кәсіпорын келсе де бізге бірінші кезекте мен бұға дейін де сұхбат берген, қандай да кәсіпорын келсе заңда келіп тіркелу керек, ол біздің ауданға келіп тіркелу керек. Себебі оның алатын жұмысшысы ертең біздің ауданның азаматтары болу керек, оның төлейтін салығы біздің ауданның салығына түсу керек, тіркелу керек. Себебі сол салық арқылы біздің жасалынатын жолымыз, жаңағы айтқан суымыз, светіміз, басқасының дүниесін бәрі осы салыққа құралып отырған айтпасақ та белгілі. Су мәселесі, сіздер қазір айтып отырсыз, суды өзіміз бөлек тартқанбыз ол жаққа деп, мысалы ол комбинатқа қатысы жоқ деп отырсыз. Тартқан емес. Бұрындары кездері су жүйесі сол таудан келеді, ол жерде Ұзын Қарғалы өзені арқылы бұрындары шұға комбинатына кіріп, сол жақтан негізгі пайдаланушысы осы суды көп пайдаланушы шұға комбинаты болады. Қазір енді олар ондай көлемді су пайдаланбайды, кейбіреу даже мүлдем пайдаланбайды деп айтып отыр. Сондықтан да біз бұл шұға комбинатына қарай кірген трубопроводтан айландырып елді мекенге тіке кетіп қалдық. Яғни айтсақ, бұл жердегі үлкен жаңағы елді мекенге беріп тұрған Ұзын Қарғалы өзенінің тікелей халыққа Қарғалы елді мекеніне баруын қамтамасыз етті. Сіз жаңа мен сізге сұрақ қойған кезде ең басты мәселе ол ауылдағы су дедіңіз, өзім жақсы білем дедіңіз, су мәселесі өте өзекті. Тұрғындармен сөйлестік, кейде суды тұндырып қойып ішеміз дейді. Фильтрімізді апта сайын бір ауыстырамыз дейді. Ол жердегі судың сапасы не үшін төмен? Енді бұл жердегі тұндырып қойып ішеміз деген дүниені енді әрине бұған дейінді судың сапасына көп наразылық болған елді мекен тұрғындарының. Сондықтан да бұған дейін де бюджеттен ауылдың ішкі жүйелеріне қаражат бөлінген. Енді қосымша біз жобалау сметалық құжаттамаларын әзірлеу үшін қаржы бөлдіртіп, бүгінгі күнде 3 миллиардқа жуық қаржы жобалық сметалық құжаттама экспертизадан, сараптама дейміз, ол сараптамадан өтіп дайындалды. Яғни келесі жылдың бюджетіне біз қосымша жаңа 3 миллиард деп айтып отқан сол қаржыны республикалық бюджеттен, қосымша облыстық бюджеттен қаржы бөлінуіне сұраныс білдіріп отырмыз. Себебі жаңағы Ұзын Қарғалы өзенінен шыққан бірінші сүзгі алаңына түседі. Фильтровальная станция.
фильтровальный станцияның толық өз қуатында жұмыс істеу үшін мына толық фильтровальный станцияны қайтадан жұмысын жандандыру үшін толық реконструкциядан өткізу керек. Қосымша мына жаңағы елді мекенге баратын қосымша құбырды айтамыз, сол құбырға қосымша құбыр қосу. Соның қосымша елді мекендердің жаңағы шекаралары өзгеріп, халықтың да саны артып, тұрғын үйлердің де саны көбейді деп айттым ғой. Соларды да сумен қамтамасыз ету үшін, қамтамасыз етілмеген елді жаңағы көшелерді су қосымша тарту үшін жаңағы 3 миллиард теңгенің ішінде осы жұмыстар жатыр. Мына фильтровальный станция жұмыс істеп тұр демеймін, жұмыс істейді, бірақ толық өз көлеміндегі қазіргі Қарғалы елді мекенінің қажеттілігінің толық көлемін бір мезетте қабылдап алып, оны тазартып өткізу мүмкіндігі төмен болды. Сондықтан. Демек, қашан дұрысталады судың сапасы? Келесі 25 жылдың басында бюджет бекітіледі ғой. Осы жылдың аяғында бекітіледі. Осы келесі жылдың бюджетіне осы жылдың аяғында біз жаңағы 3 миллиардты Қарғалы елді мекенінің су құбырын жөндеу, реконструкциядан өткізу үшін бюджеттік өтінімімізді жасаймыз. Демек, 2025 жылдың аяғына дейін Қарғалы ауылының тұрғындары таза су іше алады. Таза суға қол жеткізе алады. Әрине, бюджеттің бөлінісіне сәйкес. Соны дұрыс түсіну керек. Біз өзіміздің өтінімімізді дайындап отырмыз. Енді ол 3 миллиард деген аз ақша емес. Оны этап-этаппен де қазір Ұзынағаштың өзінің аудан орталығы Ұзынағаш елді мекенінің суын жүйесін жөндеу үшін біз 3 жыл бойы жөндедік. Жаңағы 5 миллиардқа жуық қаржыны біз бөліп 1 миллиардтан, 1,5 миллиардтан. Дәл сондай біз бастамасы үшін де бөліп беріп жатса да өз жұмысымызды бастап кетуге дайын. Жаңа экологияны бұзып отқан қытайлық компания сіздің тапсырмаңыз бойынша тексеріледі. Экологиялық департаментке де арнайы хат жазылды, ол тұрғындардың өздері де жаздырды. Біз өзіміздің кеңесімізді айттық, өз тарапымыздан қосымша оларға жаңа тұрғындардың тарапынан да кеттік. Экология департаментінің тарапынан жұмыс тоқтатылсын деген шешім шықты ғой олардан, не? Білуімше. Арнайы өздерінің құзырлы жаңа органның арнайы шешімі, арнайы міндетті түрде өзі шығатын болады. Оған енді құзырлы қажет десе қосымша мекемелерді қатыстырады. Керек десе бізден де адам қатысады, басқа да мекеме. Одан бөлек, экологиядан бөлек қосымша біз РОВД дейміз ғой, ішкі істер бөлімінің. Оларды да қатыстырып отырмыз. Жаңағы істеп жатқан азаматтардың заңды түрде осы жақтың жаңа заңдылығын сақтау, дұрыс деңгейде сақталуын қадағалау үшін. Олар сақтамай тұр ғой. Қазір түнде істеп отыр. Енді мен жаңа басында айттым емес пе, біздің ішкі істер бөлімі тарапынан жаңағы жұмыс атқарып отқан азаматтардың қосымша жұмыс берушінің жаңағы қай жаңа құжаттарға сүйеніп отырып жұмыс беріп отқанын тексеру уақытында бұлар да өз тарапынан жаңа жұмысшылардың барлық құжаттарын алды қазір. Олар дәл мен бағана күн таңертең жиналыста осы ішкі істер бөлімінің бастығы міндетін атқарушы өзінің жаңағы бірінші сұрағым осы қалай болып жатыр Қарғалыда. Яғни айтсақ жаңа жұмысшылар тексеріледі, жұмысшыларға міндетті түрде штраф салынады қазір и шетелдің азаматы болса депортацияға шығады. Қазір сізбен барып тексере аламыз бұны? Мен бүгін жоспарымда ол не жоқ. Мен өз бүгінгі сіз жоспарсыз келдіңіздер ғой. Мен жоспарлы қазір сіздер келді дегеннен айланып келдім 5 минут. Өзімнің жоспарым бұған дейін, бұдан кейін керекті мекеме адамдарын қосып отырып, мен қатыстыра аламын сіздерге. Просто біз өткенде бардық, бірақ ішіне кіруге мүмкіндік болмады. Өйткені жеке частный территория. Мен де барсам да кіргізбеуге құқылы. Жеке меншік деп өзіңіз айтып отырсыз. Сондықтан бұған арнайы дайындықпен барып, енді ол үшін біз өзіміз құзырлы мекемелерге жаңа айттым, сілтемелерімізді бердік. Просто олар өз тараптарынан жұмыстарын атқарсын. Біз қадағалап отырмыз қазір. Жақсы түсінікті. Келесі мәселе сол Қарғалы ауылындағы, сол жаңағы 5 қабатты үй бар емес пе, комбинаттың алдындағы. Сол жерде қоқыс тез арада шығарылмайды дейді. Үйіліп жатыр, оны өзімізде көзімізбен көрдік. Және де ауылдың ішінде шашылып жатқан қоқыстарды көп кездестірдік. Президент айтқан таза Қазақстан ол жерде жұмыс істеді ме, істеген жоқ па? Енді жалпы жұмыс істеді ме, істемеді ме деп айтуға болмайды шығар, потому что таза Қазақстан акциясы, экологиялық акциясы ол барлық осы елді мекендерімізді қамтыды біздің. Әлі де бұл тоқтаған жоқ, бұл жалғасып жатыр. Жаңа сіз айтқан дүниені біз бақылауға алайық, сіз нақты айтқан кісілерді бізге белгілеп беріңіз. Сол көрсеткен жерін біз құзырлы органдар тарапынан шара қолданатынын мен сізге уәде беремін. Сол именно 5 қабатты үйдің жанындағы контейнерлер толып, шашылып, жандарына төгіліп жатыр қоқыстар.
И тағы да бірнеше мекенжайды біз өзіміз көзбен көріп оны да түсіріп алдық. Жақсы. Енді арнайы коммуналдық шаруашылық бөлімін Қарғалы елді мекеніне жібертіп, тексертіп, жаңағындай айтылған кемшіліктер өз дәлелін беріп жатса, шара көрілетін. Жақсы, рахмет. Сізге келген кезде, осы әкімдікке келген кезде, басқа Қазақстанның басқа әкімдіктерінде өзіміз барған, біз көзімізбен көрген мұндай ғимаратты кездестірген жоқпыз. Ақорданың типінде салынған болды? Енді мен жұмысқа кіріскенде 21 жылы әкім ғимарат толық осы қалыпта тұрған. Енді қандай тәріздес салынған сырт көзі өзгеріп жатыр, бірақ арнайы жоба жасалынды. Ол мемлекеттік сараптамадан өтті, тиісті мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінді, мен білуімше. Сол бойынша ремонт жасалынды. Қашан салынды? 2012 жылы ма? 2012 жылдары. Біз өзіміз болжамдадық. Тұңғыш президенттің ауданы болған соң Ақорда типінде салынған болу керек деген секілді. Мен айтып отырмын ғой, әркім адам әрқалай болжайды. Бірақ дегенмен арнайы мемлекеттік сараптамадан өткенге барады. Бірақ маңдайшасында елтаңбаны көрмедік. Неге? Сіздердің әкімдіктеріңіздің маңдайшасында мемлекеттік рәміз елтаңба жоқ. Неге? Тексеріс жасасын, бұға дейінгі, может. Содан ілеміз деп, тағы да маңдайшасында көрмедік. Соны заказ беріп, енді неден сақалады бұл заказ. Алдында бір жағдай сол елтаңбаны ауыстырам деген кезде бізде бір оқыс оқиға болған. Арнайы қазір тергеу жұмыстары да жүргізіп жатыр. Сол себептен де қазір ауыстыру жұмыстары жүргізіп, ол міндетті түрде орында болады. Сіздің кабинетіңізден мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың портретін көріп отырмыз. Ал орынбасарыңыздың кабинетінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың портреті тұр. 2022 жылы қазіргі депутат, мәжіліс депутаты Марат Бәшімов, заңгер, конституцияға өзгеріс енгізілген кезде бас прокуратураға мынадай бір ұсыныс айтыпты. Жаңа конституция бойынша тұңғыш президент қана статусы қалды ғой, мысалы, соның портреттері кабинеттерден алынсын, соны қадағалаңыздар деген екен. Заңды ма? Конституция бойынша деп жазыпты. Енді ол бізде жергілікті атқарушы органбыз ғой, біз атқарушы органбыз. Нақты жаңа нұсқаулықтар түседі, сол нұсқаулықтар бойынша жұмыс атқаратын мекемеміз. Сіздіңше ол заңға қайшы емес? Енді міндетті түрде ілінбесін деген заң нұсқаулық түскен жоқ қой. Соған сәйкес отырған. Мен сол заңгер қазіргі мәжіліс депутатының сөзіне қарай айтып отырғаным. Мен де орындаушы мемлекеттік атқарушы орган болғаннан кейін нұсқаулыққа сілтеме жасап сөйтіп жұмыс істейміз. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Арнайы алдын ала айтып берсеңдер де любой уақытта. Біз Жамбыл ауданының әкімі Нұрлан Ертасұлының қабылдауынан шықтық. Әкім осы Қарғалы ауылындағы мәселелерден хабардар екенін, және де ол жердегі экологиялық және де таза ауыз су мәселесі алдағы уақытта шешілетініне уәдесін берді, және де оны бақылауға алатынын айтты. Құрметті көрермен, осымен Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылындағы эфиріміз, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта тағы да басқа аудандардың мәселесін көтереміз. Бізге хат жазыңыздар, мәселеңізді, проблемаңызды ашық айтыңыздар. Біз оны әкімге жеткіземіз.